үйде жауапкершілік сіздің мойныңызда болса, бала шағаның тамағына сіз тапқан ақшадан жарататын болса, немесе жалпы жаңағы үйдің ремонты болсын, үйге қажет зат болсын, соның барлығы егер сіз өз мойныңызға алып алған болсаңыз, сіз елестете беріңіз, алла бұйырса сіз денсаулықпен сыналасыз. Саламатсыз ба Жазира ханым? Кеш мазалап жатырмын, айып етпеңіз. Просто сіз ана сөзіңіз өтіп кетті. Бүткіл жауапкершілікті, үйдің кіріс шығысы, бала шағаның тамағы, бәрін мойныңызға артып алып деп. Жолдасым жұмыс істемейді, білмеймін, үйде шығара алмадым, ішкілікке салынып кетті. Және де денсаулықпен саналасыз дедіңіз ғой. Тура денсаулықпен қатты сыналып жатырмын. Денсаулықпен. Күйеуі 18 жыл бойы арақ ішкен, өздері 20 жыл ғана тұрмыста болған. Содан кейін менің терапиямнан кейін Аллаға сансыз шүкір күйеуі арақты қойған. Мен қазір сізге осы кісі туралы айтып берейін. Жалпы маған осына бір келіншек келеді. Ол кісі 20 жылдан бері тұрмыстамыз, бірақ бүткіл нәрсені мен атқарамайды дейді. Бүткіл жауапкершілік менің мойнымда, себебі күйеуім деген тек қана жатып ішер дейді. Ол тіпті жаңағы үйіне ер азаматтар да келіп, неше түрлі еркектер де келіп арақ ішеді. В общем, ол кісінің айтуынша мен мына күйеуімді деді тірідей көміп тастағанға бармын деді ғой. Даттап уже сондай жаңағы әйелді мезі қылған соншалық. Сонда мен терапиядан жасап болдым. Аллаға сансыз шүкірліктер айтамын. Көз алдымда жаңағы ер мінезді болған әйел уже кәдімгідей басқаша әйел кәдімгідей не істедім, байқадым. Бұл бір ма, екіншіден ол кісі айтты, мен қазір мен мүлдем басқаша сезімде тұрмын деді. Мен қазір өз-өзімді танымаймын, даже айтып жеткізе алмаймын деді. Сосын терапиядан жазып жіберіпті. Мен бүгін күйеуімді бірінші рет көргендей болдым. Оказывается, мен оны вообще көзіме де ілмей кетіппін ғой. Бүгін барып көріп, қолын ұстап көрдім дейді ғой. И біраз күннен кейін маған жазып жібереді. Сіз білесіз ба дейді. Біз жаңағы алдағы бір жылда не болатынын көр деп айтамыз ғой. Сол кезде ол умрада жүргенін көрген ғой. Содан жаңағы айтады, мен бүгін дейді күйеуім мен Құран жаттаймын, ораза қашан келеді деп айтты дейді. Сол кезде шок болып қалдым дейді ғой жаңағы әйел ше.